Бұл елде жердің жартысынан көбі ауыл шаруашылығына арналған. Бірақ мұнда алып ферма алқаптарын кездестірмейсіз. Өйткені әрбір шаршы метр тиімді пайдаланылған. Бұл ел бүкіл әлемге көкөністер, картоп және пияз экспорттау бойынша көш бастап тұр. Ал жылыжайлардағы ерекше технологиялар арқасында бір түп қызанақ 68 килограмм өнім бере алады. Мұнда фермерлер тыңайтқыштар мен антибиотиктерді қолдануды барынша азайтқан. Сондай-ақ жаңбыр суын пайдалану арқылы су тұтынуды 4 есеге дейін қысқарта алды. Бұл ел әлем бойынша ең инновациялық ауыл шаруашылығы жүйесіне ие. Және жылына 90 миллиард еуроға ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорттайды. Ал қызығы, бұл мемлекет аумағы бойынша әлемдегі ең кішкентай елдердің бірі. Сіз ойлағандай бұл ел ақш немесе Қытай емес. Ал бұл елдің аумағы Қазақстанның аумағынан 66 есе кіші. Ойлап көріңізші, мұндай жетістікке олар қалай жетті? Бұл ел Нидерланды. Әлемдегі ең бай елдердің бірі. Бүгін мен сіздерге Нидерланды туралы қызықты деректермен бөлісетін боламын. Саяхатымызды бастамас бұрын арнаға жазылып, лүпіл басуды ұмытпаңыз. Бұл маған жаңа видеоларды жасауға шабыт береді. Нидерланды кішкентай, бірақ халқы тығыз орналасқан ел. Оның халық тығыздығы 1 шаршы километрге 409 адамды құрайды. Ұзақ уақыт бойы ел ауқымды ауыл шаруашылығына қажетті ресурстарға мұқтаж болды. Бірақ қазір ол әлемдегі азық-түлік өнімдерін жеткізетін елдердің ішінде екінші орынға ие. Бұл қалай мүмкін болды? Жоғарыдан қарағанда Нидерланды кең көлемді аграрлық өндірісі бар елге ұқсамайды. Қалың отырғызылған алқаптардың сансыз лоскуттары көрінеді. Олардың әрқайсысы қазіргі заманғы стандарттар бойынша тым кішкентай. Елдің негізгі аграрлық аймақтарында картоп алқабын, жылыжайды немесе шошқа фермасын табу қиын. Өйткені олардың жанында әрдайым биік ғимараттар, зауыттар немесе басқа да урбанистік құрылыстар бар. Соған қарамастан елдегі жердің жартысынан көбі ауыл шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығына арналған. Күндіз күннің астында жарқырап, ал түнде тіпті бөтен планетаның сәулесі секілді жарық шашатын алып айналардан құралған алқа тәрізді. Нидерландының жылыжай кешендері жайылып жатыр. Кейбір жылыжайлардың аумағы 70 гектарға жетеді. Дәл осы ерекше жылыжайлардың арқасында тұрақты ішкі микроклиматты сақтай отырып, солтүстік поляр шеңберінен 1600 километр қашықтықта орналасқан бұл ел, қызанақ секілді жылу сүйгіш өсімдіктерді экспорттау бойынша әлемде көш бастап тұр. Сонымен қатар голландтар картоп пен пияз экспорттау бойынша әлемде бірінші орында. Ал көкөністерді жеткізу бойынша екінші орынға ие. Әлемдегі көкөніс тұқымдарының нарығында жасалатын мәмілелердің 3-тен бірі дәл осы Нидерландыда жүзеге асырылады. Нидерланды ауыл шаруашылығында инновациялық технологияларды енгізу бойынша әлемдік көшбасшы. 2000 жылдан бастап голландиялық фермерлер пестицидтерді қолданудан іс жүзінде толықтай бас тартты. 2009 жылдан бастап құс және мал шаруашылығында антибиотиктерді қолдануды 60%-ға қысқартты. Қазіргі уақытта Нидерланды азық-түлік өнімдерін экспорттау бойынша әлемде екінші орын алады. Ол тек ақш-қа жол береді, ал ақш-тың аумағы Нидерландыдан 230 есе үлкен. Климаттық бақылау жүйесімен жабдықталған жылыжайлар жыл бойы өнім алуға мүмкіндік береді. Оңтүстік Голландия провинциясында орналасқан Вестланд өңірінде жылыжайлар барлық ауыл шаруашылық жерлерінің 80%-ын алып жатыр. Тауық етіне деген сұраныстың артуымен голландиялық өндірушілер құс өсіру технологияларын дамытып, гуманизм қағидаларын сақтай отырып, өнімділікті барынша арттыруға мүмкіндік беретін әдістерді енгізді. Су мен қоректік заттардың қажетті мөлшерін дәл есептеу нәтижесінде картоп фермалары 2 есе көп өнім алады. Әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған топырақ үлгілерінің мұражайында 1200 үлгі бар. Бұл коллекция ауыл шаруашылығы саласындағы болашақ зерттеулер үшін маңызды ресурс болып табылады. Елдегі ауыл шаруашылық өндірісінің көлемі жаңа аграрлық саясаттың арқасында айтарлықтай өсті. Бұл саясат шамамен 25 жыл бұрын қабылданды және оның негізгі ұраны 2 есе көп өнімді, қолжетімді ресурстардың жартысын пайдалана отырып өндіру.
Мұндай жетістіктерге Нидерланды әлемдегі ең үздік агроөнеркәсіптік ғылыми зерттеу институты болып саналатын Вагенинген университетінің көмегімен қол жеткізді. Бұл университет азық-түлік өндірісі инновацияларын дамытуға арналған негізгі орталық болып табылады. Оның базасында технологиялық агростартаптар мен эксперименттік фермалар дамып келеді. Нидерландының ауыл шаруашылық болашағы ірі корпорациялардың келіссөз бөлімдерінде емес, мыңдаған отбасылық фермаларда қалыптасып жатыр. Осындай фермалардың бірі Жужвестерн отбасының иелігіндегі алып жылыжай кешені. Бұл жерде қызанақтар жүзім сабағы сияқты ілініп өседі, ал олардың тамыры топыраққа емес, арнайы субстратқа еніп кетеді. Бұл жылыжайда шамамен 15 түрлі қызанақ сорты өсіріледі. 2015 жылы агроөнеркәсіптік сарапшылардан құралған халықаралық қазылар алқасы Жужвестерн фермасын әлемдегі ең инновациялық қызанақ өсіретін ферма деп таныды. Суландыру үшін тек жауын суы қолданылады. Ашық далада өсімдіктерді суаруға шамамен 60 литр су қажет болса, бұл фермада бұл көлем 15 литрге дейін азайған. Әр жылы барлық қызанақтар қайтадан тұқымнан өсіріледі, ал ескі сабақтар қайта өңдеуге жіберіледі. Олардан кейін өнім жинайтын қораптар жасалады. Зиянкестермен күресу үшін ферма табиғи әдістерді қолданады. Қызанақтарды жемейтін, бірақ зиянкестерді жоятын кенелер армиясы бар. Нидерланды өздері өндіретін жоғары сапалы тұқымдарымен әлемге әйгілі. 2016 жылы ел бұл тұқымдарды 1,7 миллиард долларға сатты. Сонымен қатар Нидерланды нарыққа генетикалық модификацияланған тұқымдарды жеткізбейді. Голландиялық фермерлік шаруашылықтар тіпті өздігінен зиянкестерден қорғана алатын көкөніс тұқымдарын ұсынады. Жоғары технологиялық жылыжайдан алынған 50 цент тұратын бір ғана қызанақ тұқымы 68 килограмм өнім бере алады. Нидерландық зерттеушілер өз елдерін ғана емес, дамушы елдерді де азық-түлікпен қамтамасыз етуді мақсат етеді. Бұл шағын мемлекет өткен жылы ауыл шаруашылығы өнімдерін 90 миллиард еуроға экспорттады. Бірақ голландтар үшін маңыздысы тек өнім көлемі ғана емес, сонымен қатар оның сапасы да. Сондықтан олар агросекторды дамытудың жаңа тұжырымдамасын әзірледі. Нидерланды үшін ауыл шаруашылығы бұл ең алдымен жоғары технологиялар саласы. Deutsche Review басылымының мәліметінше, 2018 жылы оннан астам қызметкері бар голландиялық агрокомпаниялардың зерттеулер мен әзірлемелерге жұмсалған шығындары 19%-ға өсіп, 864 миллион еуроға жетті. Инвестициялардың орташа өсімі 11%-ды құрады. 2017 жылдың қорытындысы бойынша Нидерланды ақш пен Ұлыбританияны басып озып, глобалды инновациялар индексінде тағы бір саты жоғары көтерілді. Осылайша ел Швецияны артқа қалдырып, екінші орынға шығып, тек Швейцариядан ғана кейін қалды. Егер болашақтың ауыл шаруашылығын біреу жасай алатын болса, онда бұл міндетті түрде голландтар болмақ. 1999 жылы Голландия басқа кез келген еуропалық елдерге қарағанда көбірек тыңайтқыш қолданды. Орташа есеппен гектарына 500 килограмм. Алайда 2014 жылға қарай бұл көрсеткіш 2 еседен астам төмендеді. Ал жылыжайларда тыңайтқыштар іс жүзінде мүлде қолданылмайды. Ал енді Нидерланды туралы басқа да қызықты деректерді айтайық. Көпшілігі бұл елді Голландия деп атайды, бірақ елдің ресми атауы Нидерланды. Нидерланд сөзі төмен жерлер деген мағынаны білдіреді. Өйткені елдің 26%-ы теңіз деңгейінен төмен орналасқан. Елдің негізгі бөлігін екі провинция, Солтүстік Голландия және Оңтүстік Голландия құрайды. Сондықтан Голландия атауы кең таралған. Нидерланды әлемдегі ең бай елдердің бірі болып саналады. Бір адамға шаққандағы жалпы ішкі өнім $58,000 асады. Әлемдік бақыт индексі бойынша Нидерланды үздік 10 елдің қатарына кіреді. Мұнда халықтың 80%-ы өздеріне қажетті барлық мүмкіндіктерге ие деп санайды. Денсаулық сақтау жүйесі ең үздіктердің бірі. Сақтандыру барлық азаматтар үшін міндетті. Бірақ көптеген медициналық қызметтер мемлекет тарапынан қаржыландырылады. Білім беру жүйесі де өте дамыған. Бастауыш және орта білім тегін.
ал университеттерде оқу бағасы басқа елдерге қарағанда әлде қайда төмен. 17 ғасырда Нидерланды әлемдегі ең қуатты сауда империяларының бірі болды. Голландиялық Ост-Үнді компаниясы тарихтағы ең бай компания болып саналады. Оның қазіргі бағамен нарықтағы құны 8 триллион доллардан асады. Бұл ел теңізде үстемдік етті. Африка, Азия және Америкада көптеген отарлары болды. Амстердам әлемдегі ең алғашқы қор биржасының отаны. Мұнда акциялар саудаланған. Нидерланды халқы 17-8 миллион адамнан асады, бірақ халық тығыздығы өте жоғары. Бір шаршы шақырымға 400-ге жуық адам келеді. Орташа өмір сүру ұзақтығы 82 жас. Бұл әлемдегі ең ұзақ өмір сүретін елдердің бірі. Жұмыс уақыты бойынша Нидерландыда әлемдегі ең қысқа жұмыс аптасы бар. Орта есеппен 30-35 сағат. Голландиялықтар велосипедпен жүруге өте құмар. Елде адам санынан көп велосипед бар. Амстердамда халықтың 60% күнделікті велосипедпен қатынайды. Голландиялықтар өте ашық, шынайы, әділдікті сүйетін халық. Қарапайымдылық пен үнемшілдік олардың басты қасиеттерінің бірі. Нидерландыда әлемдегі ең либералды заңдар бар. Марихуана, эвтаназия және бір жынысты некелерге рұқсат етілген алғашқы ел. Бұл ел әлемге әйгілі қызғалдақтарымен танымал. Жыл сайын 4 миллиардқа жуық қызғалдақ экспортталады. Нидерландыда түрмелер жетіспейді емес. Керісінше артық түрмелер бар. Қылмыс деңгейі өте төмен. Сондықтан кейбір түрмелер бос тұр. Елдегі жердің көп бөлігі теңіздерден қайтарылып алынған. Арнайы бөгеттер арқылы су деңгейі бақыланып отырылады. Голландиялықтар тұрақты дамуды қолдайды және баламалы энергия көздерін белсенді пайдаланады. Жел энергиясы Нидерландыда кеңінен қолданылады. Елдегі барлық пойыздар 100% жел қуатымен жүреді. Елдегі барлық жолдардың бойында электр қуатын өндіретін күн панельдері бар. Нидерландыда қыс тым суық емес, жазда аса ыстық болмайды. Жыл бойы 10-15 градус температура сақталады. Елдің көп бөлігі теңіз деңгейінен төмен болғандықтан су тасқыны үлкен мәселе. Осыған байланысты әлемдегі ең мықты су қорғау жүйесі осында салынған. Дельта жобасы әлемдегі ең қымбат және ең тиімді су бөгеттер жүйесі. Голландиялықтар дұрыс тамақтану қағидаларын ұстанбайды, бірақ орташа өмір сүру ұзақтығы жоғары. Олар күнделікті таңғы асқа бутерброд жейді, ал кешкі асқа көбіне жеңіл тағамдарды таңдайды. Нидерланды бұл тек қызғалдақтар мен желдермендері ғана емес, сонымен қатар технологиясы дамыған, әл-ауқаты жоғары, халқы бақытты өмір сүретін мемлекет. Олардың өмір сүру стилі мен жаңашыл идеялары көп елдерге үлгі бола алады. Сізге Нидерландтың қай ерекшелігі көбірек ұнады? Пікірге жазыңыз. Видео ұнаса лүпіл басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.